Так, сәлеметсіздер ме, балалар, қалдарың қалай? Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бала айнымалы тоқ тізбегіндегі индуктивтік кедергі деген да. Біз өткенде айтқанбыз, балалар, кедергінің үш түрі болады деп. Актив кедергі, ол резистордың кедергісі мысалы. Сосын кейін сыйымдылық кедергі, ол конденсатордың кедергісі. Оны да өткен сабақты өткенбіз. Енді бүгінгі өтетіміз индуктивтік кедергі деп аталады. Немесе ол катушканың кедергісі деңіз. Иә? Катушканың кедергісі деңіз. Бұл бұлайындай бір несі сәйік, бұл катушканы сәйік да. Сосын кейін оны жаңағы айнымалы тоқ тізбегіне қосайық. Вот мына жерде айнымалы кернеу, мына жерде катушканың индуктивтілігі L болсын, солай ма? Енді балалар, осындағы өздік индукция деген құбылыс болады деп айтқанбыз. Балалар, өздік индукция деп. Электромагниттік индукция, өздік индукция деген. Электромагниттік индукцияның электр қозғаушы күші ол жаңаға минус магнит ағынның туындысы деп бітіп алады. Немесе мынаны былай қарай жазатымыз. Минус дельта фи бөлінген дельта т деп. Да? То есть магнит ағынның өзгерісінен электр қозғаушы күш пайда болады. Бұны электромагниттік индукция. Мынау электромагниттік индукцияның электр қозғаушы күш деп аталады. Ал енді өздік индукция деген құбылыс болады дегенбіз. Өздік индукция, когда тоқ өзгерген кезде, өздік индукция байқалады. Тоқ өзгерген кезде. Мысалы, таңертең үйде светті қосып кеп қалғанда, одан кейін свет тұрақты жанып тұрады, ол кезде тоқ өзгермейді, ал қайтадан мысалы үзген кезде от электромагниттік индукция құбылысы байқалады. То есть ол өзгереді, тоқ өзгереді. Тоқ өзгереді, бұл жерде көріп тұрсыз ба? Тоқ өзгереді. Тоқ өзгерген кезде ол маңайында өзгеретін магнит өрісін пайда болдырады. Магнит өрісі өзгеретін өз кезегінде қайтадан өзгеретін электр өрісін пайда болдырады. Осылай өткізгіштің бойында электр қозғаушы күш пайда болады. Бір сөзбен айтқанда, мына өткізгіштің бойында мынау емес, мынау сырттан беріліп тұрған электр қозғаушы күш кернеу ғой. Мына өткізгіштің бойында өзінің электр қозғаушы күш пайда болады. Осыны өздік индукция деп айтады. Өздік индукцияның электр қозғаушы күшіне ететін болсақ, ол минус L, сосын кейін I тоқ күшінің туындысы. Немесе оны біз бүйтіп жазатымыз минус L, дельта, о кезде үлкен I мен жаздым, ода байта кішкене I мен, дельта I бөлінген дельта Т деп. От мынаны мен бүйтіп жазып қойын, электромагниттік индукция. Мынаны өздік индукция. Өздік индукция деп. Бұл енді балалар өмірінде бірінші рет естіп отырған адамға бұл жаңағыда өте қиын нәрсе. Түсіну қиын. Тем более балаларға үшін. Ол механика құсаған көзге көрінетін нәрсе емес. Сондықтан енді оны алғашында балалар тәңі жаттан түрінде есінен сақтайды, басқа жол жоқ. Но үлкен адамдар, мысалы инженер, немесе практикалық мұғалімдер, көбінде еркек мұғалімдер, бұны түсіне алатыны. Ал енді әйел мұғалімдарға ол түсіну қиын ол. Ол өмірінде көрген жоқ қойда. Генератор деген көрген жоқ. Ол просто кітаппенген оқыған адам жаттан түрінде ғана неметеді. Сондықтан бұл өте қиын нәрсе дегенсіз, балалар. Енді бұлай істейік болды. Ол жаңаға тоқ, мынада өзгеретін тоқ, синус, косинус заңымен өзгерсін болды. Тоқтың лездік мәні, бізде ол Im, тоқ күшінің амплитудасы көбейтілген косинус омега Т-бен өзгерсін. Біз өйткені айттық қой, электроиндукциясы, индукциялық тоқ дегеніміз, ол тоқ күшінің өзгеруінен пайда болатын. Тоқ күшінің өзгеруінен, магнит ағын емес дегенде. Тоқ күшінің өзгеруінен пайда болады дегенсіз. Енді осыдан біз балалар былай білеміз,
Жаңа біз айттық қой, электр қозғаушы күші немесе оны кернеу деп те алуға болады, иә. Ол жаңағы туынды табады екен тоқ күшінен, иә. Тоқ күшінен туынды табады. Сондықтан тоқ күшін бүйтіп жазуға, кернеуді былай жазуға болады. Минус L, да. Сосын кейін жаңағы тоқ күшінің мәнінің туындысы косинус омега Т деп. Косинус омега Т деп, иә. Осылай қарай белгілейтін болсақ, мынаны бүйтіп жазуға болады, балалар. Косинус омеганың туындысы ол синус болады. Солай емес пе? Синус омега Т болады, да? Синус омега Т болады. Омегадан тоже туынды шығады, да? Бұл күрделі функция болғандықтан. Сондықтан мына жерге бүйтіп жазуға болады. L, I, M көбейтілген омега көбейтілген синус омега Т деп. Синус омега Т деп жазуға болады, иә. Синус омега Т дейтін болсақ, енді оны через косинусқа айналдыру үшін, біз қайтадан косинусқа келтіру үшін пи бөлінген 2. От келтіру формуласы бойынша оны косинусқа айналдырамыз. Сонда L, I, M көбейтілген омега көбейтілген косинус ол омега Т қосылған пи бөлінген 2 болады. Келтіру формуласында білесіңдер, егер 90 градус қосылатын болса, ол косинус синусқа ауысады, синус косинусқа ауысады. Ал егер жаңағы 180 немесе 360 градус болатын болса, онда синус қалпында, косинус қалпында қалады. Солай емес пе, балалар, иә? Ал міне бір тұрған өрнекті мұнан L, I, M, омега деген бұл жаңағы кернеудің амплитудалық мәні. Енді сендер міне жерден қарасаңдар, міне. От жаңағы тоқ күшінің өзгеруі IM косинус омега Т. Ал кернеудің өзгеруі от UM косинус омега Т қосылған пи бөлінген 2 болады екен, иә? Немесе оны сонда былай жазуымызға болады екен, иә? I тең болады IM косинус омега Т. Ал U кернеудің лездік мәні ол UM косинус омега Т плюс пи бөлінген 2 деп, е, косинус омега Т плюс пи бөлінген 2. Бұл жердегі жаңа UM дегеніміз, UM'іміз бұл немеге тең болды? L, I, M көбейтілген омега деген нәрсе болды. Оны бүйтіп белгілеп қояқ бізге керек болады, не? Осылай қарай. Енді осылайға қарағым айтсақ, енді бұлай айтарамыз біз. Міне жерде бүйтіп айтады жаңағы. Қайсысы озат деген сұрақ туады, е? Катушкадағы тоқ күшінің тербелісі дейді. Катушкадағы тоқ күшінің тербелісі кернеудің тербелісінен 90 градусқа артта қалады. Катушкадағы тоқ күшінің тербелісі кернеудің тербелісінен пи бөлінген 2-ге артта қалады. Біз өткенде айтқанбыз, актив кедергіде екеуінің фазалары бірдей болады. Сыйымдылық кедергіде болғанда тоқ күші опережает, алға қарай пи бөлінген 2-ге неметеді. Ал сыйымдылық кедергі болғанда онда тоқ күші керісінше отстает, қалады артына қарай. Сонда біз айтады екенбіз, иә, тоқ күшінің тербеліс периоды, тоқ күші қысқаша бүйтіп жазады. Тоқ күші не? Кернеуден, өте қысқаша жазады, кернеуден тербелісінен деген пи бөлінген 2-ге артта қалады. Артта қалады. Вот осылай қарай жазамыз, иә? Вот енді мына жерден былай істейік, балалар, иә? Ом заңы деген біздің бұл қай жерге де жүреді ғой, ом заңы дегеніміз. Мысалы, IM амплитудалық мәні ол UM-ді бөлеміз немеге? Бөлеміз мына жерде немеге бөледі? Міне, IM тау үшін мына жерде UM-ді бөлеміз L омегаға бөлеміз. L омегаға бөлеміз. Мынау сонда ом заңы міне. Тоқ күші кернеуге тура пропорционал, кедергі кері пропорционал. Значит, L көбейтілген омега дегеніміз ол бір кедергі екен. Осы кедергіні индуктивтілік кедергі деп айтады. Немесе UM, L омеганың орнына қоямыз XL деген. Ол индексі просто XL деген.
Бұл сонда XL индуктивтік кедергі деп аталады. Индуктивтік кедергі. Ол қалай анықталады дегенде сонда XL тең болады омега көбейтілген L деп. Индуктивтік кедергіні осылай қарай анықтайды екен, иә? Индуктивтік кедергіні осылай қарай анықтайды. Сыйымдылық кедергі болғанда өткенде X тең болады 1 бөлінген омега С болатын да. Енді мынау омега көбейтілген L болды. Енді бұлардың график түрінде және диаграмма түрінде өзгерісін жазайық. Біз формула түрінде біз жаздық қой, да? Формула түрінде жаздық, міне екеуін. I, U екеуінің де лездік мәндерін. Енді осылардың график түріндегісін сызайық. Бұл график түріндегісін. Мына жағында Т уақыт секунд пен мына жағында тоқ күшінің лездік мәні I кернеудің лездік мәні, да? Сосын кейін жаңағы графигін сызамыз енді. Т бөлінген 4, Т бөлінген 2 деп табайты мынау Т бөлінген 2 болсын, бұлай қарайда. Мынау Т бөлінген 4 болсын, я период. Мынау Т бөлінген 2. Т бөлінген 2, да? Енді давайте бұлай істейік. Бұл бірінші кернеудің кернеудің өзгеруін жазамыз. Кернеудікі. Вот міне кернеу. Вот мынау кернеудің графигі. Ал тоқ күші болғанда одан отстает дедік қой, одан кеш қалады дегенбіз, иә? Значит, ол бұлай болатын. Максимум міне жерде болады, да? Вот бұлай қарай болады екен, иә? Міне жерде уақытымыз Т ғой. Бұл бізде тоқ күші болады. Ал енді диаграмма түрінде жазатын болса, ол диаграмма түрінде бұлай болады. Бұны енді жаттап алу керек. Вот. IM тең болады. UM бөлесің немереге. Бөлеміз жаңағы омега L-ге, да. Омега L-ге бөлесің. Анау. Ал мынау UM-да. Значит, арасындағы бұрыш пи бөлінген 2. Немесе ол 90 градус болады. Вот осындай. Де? Вот бұның берді, вот сонда графиктерін салдық. Вот бізге мынау керек болады. Артынан жаңағы толық тізбек үшін Ом заңын жазған кезде Ом заңын жазуға керек болады. Ал ана график енді математика. Кейбір соңғы оқулықтарда ол график жоқ та жебіт. Как-то не странно, да? Бұрынғы оқулықтарда бар болатын. Енді балалар, я так, анықтамасын жаздық, да? Енді бір есеп шығарып көрейік осынан, я? Бір есеп шығарып көрейік балалар. Есеп былай дейді. 2, 3, 3 деген. 2, 3, 3 деген есепті шығарамыз. Оқулықтан 2, 3, 3 деген. 2, 3, 3 деген. 2, 3, 3. Так, мен енді оны оқулықтан оқиым жаңағы 2, 3, 3 дегенді. Бітеді. Шарғының, шарғы деп отырғаны балалар катушка, бір кезде катушка деп айтатынбыз, енді оны шарғы деп айтатын болдық. Шарғының индуктивті кедергісі 500 Ом. То есть ол XL тең болады 500 Ом. 500 Ом, да? Шарғы қосылған желінің эффектив кернеуі 100 вольт дейді. То есть ол U, просто U, әсерлік мәні 100 вольт. Бұл оқулықта тоже сондай некрасивый орындар бар, я? Ол эффективный деген сөз ол бұрын айтылмаған или әсерлігі ме, или максимум мәні ме, амплитудал эффективный деген какое-то слово придумали, да? Кернеу 100 вольт. Жиілігі 1000 Гц. Нью. 1000 Гц.
Мын керісі. Тізбектегі тоқтың амплитудасын тау керек, IM-ді тау керек. Амплитудасын тау керек. Және де тау керек шарғының индуктивтілігін анықтаңдар дейді. То есть L-ді анықтау керек. Нош, ары қарай кедергісін елемеуге болады деген сөздер бар. Ол ясна, да? Так, енді не істейміз, балалар? Вот жаңаға Ом заңын жазамыз. Солай емес, Ом заңын жазамыз. Амплитудалық болсын, әсерлік мәні болсын, қай-қайсына да. Бізге амплитудалық мәні тап дегенден амплитудалық мәні тоқ күшінің ол кернеудің амплитудалық мәнін бөлесің жаңа XL-ге бөлесің, да? Ал кернеудің амплитудалық мәні деген, ол бұрыннан айтқанбыз, ол әсерлік мәнін түбірасында 2-ге көбейтесің. XL. Тепер орнына қоямыз, да? U дегеніміз 100-ге тең. Түбірасында 2-ден 1,4 шығады. Бөлеміз XL-ге. XL-іміз 500, да? Бұл сонда шығады бізде IM шығады екен 0,128 ампер шығады. 0,128 ампер. 28 ампер шықты. Но енді XL табамыз. XL-ден омеганы табамыз, да? XL тең болады омега L. Омега дегеніміз 2π нью ғой. То есть ол 2π нью L болады. Осыдан L тапсақ, L тең болады. XL бөлеміз 2π нью. Так, XL-міз бізде нешеге тең? 500 бөлеміз 2π дегеніміз 6,128 болады, да, бала? Нью бізде 1000 болып тұр. 1000. Олай болатын болса, бұдан шығады ел бізде 0,079 Генри. 0,079 Генри деп бұлай қарай шығады. Вот осылай қарай шығарамыз бұл есепті, е, балдар. Енді балдар үйге. Мына жерге жазып қояйын, үйге. 2-ның 3-тің 4-ті бұлай 2, 3, 4 деген бір есеп. Одан кейін 2, 3, 6 деген бір есеп. 2, 3, 6 деген есептерді шығару. Вот осындай үй тапсырмасы, е, балалар. Сонымен балалар біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Осы сабағымыз назарларыңа көп рахмет. Сау, сәлеметте болыңдар.